Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез форсат тапшырын карыйсыз һәм бүген аны мин Раушания Сибатова алып барам. Бүген без Үшке авылында кунакта. Түбән Камада узган көзге уңыш күргәзмәсендә без Флүзә Хәйруллина белән танышкан идек. Ул безне кабаклар үстерү белән шаккатырды һәм инде без бүген әлеге кабакларны күрер өчен аның йортына кунакка килдек. Исәнмесез, Флүзә апа? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Хәлләребез әйбәт. Без кабаклар үстерергә яратам. Только кабаклар гына түгел, башка үсемлекләрдә дә бик күп. Помидорлар әле менә хәзергә кадәр әле үсеп утыралар. Кабакларның зур булуы инде аларның зурлары тирисле җирдәрәк үстеләр, зурлары. Бәрәңге арасында үскәннәр инде алар әзрәк аграк булдылар. Кабакларны үстереп, кабактан инде кабак бәлеше менә бүген сезгә пешереп күрсәтергә исәп инде. Кабак бәлешләрен часто пешерәм, потому что чөнки мен үземнең туган йортка кайтып, туганнарны инде каршы алып, озатып калучы хәзер. Аларга шушы ризыкларны ашатып, аларның сөендереп, авылда ял итеп китүләренә инде мин шат. Чәчәккә күмелеп, бик матур җирдә яшисез, Флүзә апа. Чәчәкләрне яратам, чәчәкләрне үстерәм, чәчәкнең төрлеләр инде бакчадан алып, Ига кадәр кайда йөрим шунда чәчәк үстереп, чәчәк утыртып йөрим инде. Бу кичкенә кабакларны ни өчен калдырдыгыз, Флүзә апа? Ни өчен калдырам? Чөнки алар ашарга пешергәндә җайлырак. Эреләрне инде бит алчасында әрәм булалар. Маллар булмагач бер пешерүдә генә бузылмый, пешереп бетереп булмый, бузыла. Зурлардан инде алардан сук ясыйлар иде инде. Флүзә апа, без бүген сезнең бакчагызда үскән шундый матур, сары, сусыл кабаклардан нинди ризык пешерәчәкбез? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Минем исемем Флүзә. Бүген без шушы кабактан әниемнәрдән калган рецепт буенча алардан өйрәнгән ризык, пешергә өйрәнгән ризыкны сезгә әзерләп күрсәтәм инде. Пешереп күрсәтәм, Әзерләнүнең башта иң беренче дөгене бүрттереп куярга кирәк. Дөгене бүрттергәннән соң аны салкын су белән юабыз. Аннан әз генә аңа подсолнечный сыек май салабыз. Сыек май дөгене ябыштырмый. Атуалар ябышкач отар алып тормаячак. Сез инде монда әзерләп куйгансыз? Әзерләп куйдым инде, дөгене әзерләп куйдым. Нәрсәләр кирәк безгә? Безгә аннан соң сыек май кирәк, камыр басу өчен он кирәк. Онны инде бер кило кабак, изюм кирәк булачак инде, җимеш. Шикәр комы кирәк булачак. Туз инде әзрәк аңын салабыз инде тәмләп үзенең кемнең җиңелчәгенә. Яра, Флүзә апа, кабак бәлешен пешерүне нәрсәдән башлыйбыз? Кабакны пешерү өчен иң беренче без дөгене бүрттереп куйдык бит инде. Хәзер безгә камырны ясарга кирәк. Камырны алдан ясап, аны каплап куябыз. Ул камыр үзенең җитешә тора инде. Без башка әйберләрне әзерләгәнче башка ризыклардан Инде сезгә ярдәм итә алам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә аңа туз салабыз. Туз менә шушы җитә инде безгә. Әз генә чәйни суды салабыз. Майсыны салабыз. Сыек май. Сыек май. Бу бер 3 калак дип алыйгыз. Бу инде 3 калак була инде бу. 50 граммдан артыграк була инде бу. 100 грамм булмаса да, бер калак кына майонез кирәк булачак безгә. Бер зур калак майонез. Әйе. Менә теге калак. Әйе, менә бу калак белән. Хәзер камакны баса башлыйбыз. Һәм нинди су салырга кирәк, Флүзә апа? Без кайнаган суны салабыз, җылымсарак. Камыр катып китмәсен өчен ул безгә җылымсарак кирәк. Без нидән? Еш пешерәсезме кабак бәлешен, Флүзә апа? Кабак бәлешен еш пешерәбез, чөнки без ашап үстегәне әниләрдән өйрәнеп, без камыр ашларына
Үзім мен қабақларыны отыртам әр вақыт. Қабақларны өстерге яратам. Қабақлар алар бек йомшақ, тирислі жеріне сұрайлар. Әр вақыт қырларында тұрып, яратырға керегінде өсімліклеріні өссін үшін. Неше минут шулай болсырға керек? Ол бір түслі болырға дейшінде қамыр. Үзленіп, бір басысы бір түсте болырға дейш. Лизапа, тамашашыларыбызға да әйтіп кетемінде, көплер белге көргендір де, біз сіздің білен күзгі уңыш деген Түбенкамда ел сайын уздырыла тұрған көргезмеді. Таныштық, сіз енден да қобақларығызын алып келген едігі шынды зор, 25-30 килалы. Емігіз, ғұмыр бұл өстердім деп сөйледігіз қобақларына қоян келді, шушы ешілшеге мәхабет сізде? Ешілшеге мәхабет тоже енді әтейенілер біздің зор бақшабыз білен ешіділер, ауылда маллар тұттылар. Алар әлі әтейлер вафат болғанда сиыр да бар еді, біздің сарықлар да бар еді. Қобақны яраты башылар, қобақ ошағанлар, семізде болалар еді сарықлар. Йымшақта бола итлері қобақ ошағында. Яғни еменде шул әтейім біздің тоже енді шушы пішкен әйбірлеріні бек ярата еді. Қобақны өстірер үшін тирислі жер керек, ол тирислі жеріне ярата. Тирісте яқшы өсе. Міне біздің қомырбыз әзір. Біз аны қаға қоплап қоябыз. Ял иттіребіз. Ял иттіребіз. Ол өзі қобарып, жұмшап, нетерге басы. Жайырге де ол жеңіл бола, жетішіп тұра. Қазір біз қобағының ішін әзірлейбіз. Ішін әзірлегенде... Қобақ бәлішіні? Қобақ бәлішіні іш әзірлейбіз. Дүгісін енді бұрттырдық, оңға әзірек май салып қойдық. Міне ол шулай таралып тұра. Мұнда неше стакан дүгі? Мұнда ярты кила дүгі, бір енді қобақны қазір тұрайық, әлі бұл жетішілі түгіл біздің қобағымыз. Шақмақлап, вақлап тұрайбыз енді міне шақмақлап. Әлі бұйыл неше қобақ бәліші пішірдіңіз? Қобақ бәлішін енді қазір бір 4 мәртебе пішірдім енді. Ашы ұтылды, ашы біткенде менің бәлішлерімі бекераты баршылар. Рецептларыны шулай сұрап тұралар енді. Неден? Демек, тілеген кішілерге беріп тұрам, яраты баршылар. Тоғын, міне, нендей фойдалы yoqларын білесіз қобақын, тоғын нәрселер ішілерге бар. Қойнатма, қойнатқаныңыз бардыр бәлки. Қойнатма, ондан пюрелар ясылар енді. Ипелерге, міне, ертен завтрақларға бек ашарға май ұрынна, май бет қазір бізге ауыр. Бұл енді жеңіл аш, ол потому что ешілшелерден. Шоңға көре, міне, ертен шуны ертенгі шейде ипіге май ұрынына яғып та ашарға бола. Біздің қобағымыз жетті қазір. Бұларын тұра бітірерге ме? Тұра бітірмесің де ярар. Қазір біз мұны қобағыны салайық біз енді. Бұлар әлі көп бұлар, наверное. Қазір біз мұны. Міне қобағыны. Дүген білен қобағының алар массалары бір көлемде болырға да дейш. Илліге иллі болырға дейш. Міне шул. Шул шақтағына? Шул шақта қобағының да тәмін білесің, дүгінің де енді икісіңіне нәрі бірсінікін бірсі алып өтмей. Шушында біздің қазір бір десертный ложка тұз керек, үш қолақ песок салабыз. Начинкабыз біздің әзір. Қомыр неше минут тұрырға тиеш? Флизапа, міне шонда етіп өтеге әлі тамашашыларымызға? Қомыр бір ярты сағат тұрырға тиеш. Ярты сағат, ондан соң енді жия башларға болайынды пішірге. Не қазір қомырына енді отыртабыз тобаға. Онда қоям? Біздің қазір духовканы включать етіп келерге керек. Мұның
ішін біз солы бітірмейбіз енді болай болғаш. Әзірек табабыз бәлі кейрек. Духовкаға отыртқаш ол бір сағатта енді әзір болырға дейіш. Міне аның көресің, міне бүтінісі қобақ білен дүгі олар бір тегіз болырға дейіш. Бір тегіз көлемді, жеміші де көп, қобағы да көп, дүгісі де. Потому что егер де қобағы әзірек болса, ол пішіп жетмеске может дүгі. Не қазір енді бір өбіз қамырына. Қомырдан тоған енді ризықлар пішіресіз, Флюз апа? Қомырдан енді біздің шеміне дұршмақ деп аталы. Бүкірі пішіреміз. Бәліш, ит бәлішінде енді балаларым бек яраталар барысын, қойтып тұралар атына сайын. Мұнда мен өзім гіне ешім. Кеше әліміне ұнықта енді. Алла бірсі, сен сол болсақ ұнықны да үйлендірге есебіз. Мен сіз бір ішті ішлетмедіңіз, Флюз апа. Міне қазір үстін жейесіз. Үстіңіне жейегіз әлі, міне бірге аннары тағы ябабыз аны. Қолына алып. Міне қобақның. Көресің, ол нешік тегіз жеңіл жейілі. Оңған қомыр болды бұл. Әнінде ұн қолланасыз? Ұн менекі бұйыл резанышқы. Аты бет ұнның да өзіншеліклері бола. Бұл жете ме, Флюз апа? Не қазір біз аны бір өбіз енді. Духовка неше градуста? Олдан духовканы қобыздық, шынсында еті бөтек шылай бет? Духовка 180 градусларда қызара башлағаш мен тағы да әкіріндекке қоям. Бір сағат ол біздің шешек ола болса. Бір сағат деп піше менім. Әміне дүгі бәлішінде, мені қобақ бәлішін қойсы үстерлерге, қойсы берем үстерлеріне, нейді мәжіліслерге пішірілге бола, орынлы. Дүгі бәлішлерін біз енді орынлы Құр'ан ашларына көбірек пішіреміз. Мұндай ашларға енді үй ішіндегіне енді. Мұндай башқа түрлі ашлары біз бек артық болмайды енді, конечно. Енді көбірек Құр'ан ашларында ұлылар бек яратып ашылар енді. Ne bəlişimiz indi əzir bizдің қазір. Aşab qarıyımız aşabız. Bəlişi özbek təmli bulğan bulurğa deyiş. Bismillahirrahmanirrahim. Қазір aşab qarıyımız. Şundu matı болып pişken, yüzü kelgen. Bəliş bek təmli isliyindi ay miner bulğatıp. Qoyup qarağız енді, бек тәмілі пішкен бек бәліш. Ашап қарағысын да бәйте. Тарикысы yok мекен деп. Үскеткіш. Тіріңні ютарлық болған. Бұл бәлішігіз. Рахмет сізге, Флюз апа. Яра, таға келегіз. Ит бәліші пішіріп занысында. Бәрәңгелер оңды, бәрәңгелер бар. Бек тәмлі. Флюз апа, ертіғізға шақырып, бізге қобақ бәлішін пішірі бойынша мастер-класс көрсеткеніңіз үшін бек зор рахмет сізге. Сізге бары тек оңышлар, саулық, сәлеметлік тілейбіз. Рахмет, өшігізде оңышлар. Исен сау болыңыз, сау сәлемет болыңыз, ішлеріңіз болып тұрсан, ішлеріңіз болса, барысы да сәлеметлігіз болсан. Шыламай главный керек тұрмышта. Шылай болсын. Құрметлі тамашашылар, біз Үшке ауылында Флюз апа Хайруллинада қонақта болдық. Ол бізге қобақтан бәліш пішіріп көрсетті. Сау болыңыз.